Береке ықшам ауданында екі көп қабатты панельді үй бой түзеп жатыр. Мына баспананың құрылысы өткен жылдың қараша айында басталды. Мұндағы жұмыстармен СК Пилон серіктестігі айналысып жатыр. Қазіргі уақытта үйдің 3-ші қабаты тұрғызылуда. Сразу же ведем внутри инфрақұрылым желілері тартылғандықтан, әр қабатты салған сайын газ, электр және су желілерін бірден пәтерлерге таратамыз. Сондай-ақ терезелерді орнату жұмыстары да жалғасып жатыр. Ауа райы кедергі болды. Бірақ соған қарамастан нысанды уақытылы қолданысқа беруге тырысамыз. Ғимаратты тұрғызуға 2 кран қолданылуда. Ауа райының құбылып тұрғанына қарамастан мұндағы жұмыс қызу жүргізілуде. Барлығы 50 шақты маман жұмылдырылған. Айта кеткен жөн, қос баспана 75 пәтерлі болмақ. Құрылыс алаңындағы екінші үйдің мердігер компаниясы Golden House. Әзірге серіктестік көп қабатты ғимараттың 1-ші қабатын тұрғызумен айналысып жатыр. по наружному контуру. Сырт келбетін жасаған уақытта әдеттегі бетон плиталарының орнына пенополистирол материалын қолданамыз. Ол суыққа және жаңбырлы ауа райға шыдас береді. Үй сапалы болады. Береке ықшам ауданындағы бұл баспаналар биыл қолданысқа берілмекші. Көп қабатты үйлер Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламалар аясында салынып жатыр.